Assalamu alaikum оқушылар. Қош келіпсіздер. Біздердің 23 санлы мәдениет орайымызға. Мінекей бәрін көріп, танысып, апайларыңызбенен танысып алдыңыз, дұрыс па? Ал сіздер қазір демалыс уақытындасыз, демалып жатырсыз. Демалыстарыңыз мазмұнлы өтіп жатыр ма, оқушылар? Қалай өтіп жатыр? Районымызда жастар күніне арнап концерт өткерілді мәдениет сарайының алдында. Бардыңыз ба? Жүда жақсы. Паркке барып демалып отырған шығарсыз, кеулеріңізді көтеріп, әрқилы ойындар ойнап, Ал енді қош келіпсіздер. Мен Қарақалпақстан Республикасы Шымбай районы құрақ өнері бойынша, материалдық емес, мәдени мирастың құрақ өнері бойынша сақлаушысы болып есептелінемін. Сол құрап отырған құрақларымды көрсетейін, оқушыларымның құраған құрақларын көрсетейін. Һәм сіздердің демалыс уақытларыңызды мазмұнлы өткеру мақсатында, бос өткермеу мақсатында осы жерге жинап, сіздерменен осы құрақ бойынша бір шеберлік сабақ өтейін деп жатырмын. Соныменен осы шеберлік сабағымызды ашық деп жариялаймыз. Қарақалпақ милли мираслары бар, білесіз, милли мирас дегенге түсінесіз, әмеңіз. Сол милли мирасымыздың ішінде құрақ өнері бар. Осы құрақ өнерінің мен республикада сақлаушысымын. Құрақ құрағанда нелер пайдаланады құрақ құрауымыз үшін? Құрақ құрауымыз үшін міне бірінші сызғыш пайдаланады, өлшеуіш пайдаланады, мінекей метр. Қайшы кереклі затлар. Кейіннен ине сабақ. Олардың бәрін дөп түзу қылып шығармасаң құрақ шықпайды. Соның үшін сызатұғын, пор, мінекей кішкентай бөліклерден құралған кезлемелерді қию үшін, өлшеу үшін кішкене сызғыш. Құласы осы құралдарменен құрағымызды құраймыз. Көрсетілген құрағымызбенен. Құрақ өнерінде құрақтың көп түрлері бар. Мысалға, мен осы жерде бар құрақлардан көрсетіп кетейін түрлеріне. Әмеңізге де керек. Бұл қол өнері әсіресе қыз балаларға, жастарға, жас келіншектерге жүдә керек кәсіп бір жағынан. Соның үшін диққатпенен тыңлап, диққатпенен көріп алсаңыз болады. Бұл қолтығыңызға салып қойған наныңыз болып есептелінеді. Қыз бала әйтеуір ертең күні өседі, ер жетеді, ары қарай өмір сүреді, тұрмысқа шығады, бала тәрбиелайды, бала күтімде болады. Сол кезде құры отырмай, осындай құрақларды құрап, табыс көзі ретінде пайдалансаңыз да болады. Соның үшін мен қолымнан келгенше осы жерде құрап әкелген құрақларымның ішіндегі түрлерін таныстырып өтейін, айтып өтейін. Мысалға, арық шеттен бастайтын болсақ, міне ең дәстепкі ата-бабаларымыздан келтірген, мінекей әже апаларымыздың тіккен пайдаланған бұл дастұрханлады. Бұл қалған құтқан киімлердің бүтін жерлерінен бір-бірімен кезлемелерді үйлестіріп, бір-біріне құрастырып, жоқтан бар етіп, ұсындай дастұрханларды шайтамақ ішкенде төсеп пайдаланған. Бұндағы құрақтың ішіндегі нағыз, мінекей гүлжайды нағысы. Бұл гүлжайды құрағы, міне, гүлжайды. Гүлдей жайнап тұрды, көрдіңіз ба? Мынау түйекөз құрағы, міне. Түйекөз гүлжайды менен дастұрханымыз безелген, дөгерегін түйекөзбенен айландырып шыққан. Оның сыртында қызылмен жиеклеген. Сонымен бұны астарлап жіберген беккен болған. Көрдіңіз ба? Міне. Еш жақтан шығып тұрған сабағы жоқ, еш несі жоқ. Соны сөйтіп дастұрханлардан пайдаланылған. Тігіп, беккем етіп, құрап қойыпты. Бұл сондай құрақларменен бір-біріне үйлестіріп, геометриялық фигураларға салып, өлшемлерін теңдей қылып, 4 мүйішлік, 3 мүйішлік, домалақ, әрқилы фигураларға салып, қиып, құрап, бұны аяқтың астына төсесек те болады, көрпеше қылып пайдалансақ та болады, әрқилы өзімізге керекті затқа пайдалансақ болады. Міне қолыма алған, міне бұл жұлдызша құрақ деп айтамыз. Дұрыс па? Жұлдызға ұқсап тұрыпты, Тағы да 8 сай деп айтамыз, мінекей.
мына қарадан 4-еу, міне 4-еу, иә? Мына ақтан 4-еу. 4-ке 4 қоссаң 8 болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 сай деп те аталады. Көрдіңіз бе? Бұл кішкене отырықшыларға төсеп астына қалың болып тұру үшін көрпеше сыпатында тігілген көрпеше, міне. Астарланған, мына жерін тесік қойды, ішіне пақтаны салып, көрпеше етіп пайдалансақ болады. Әзиз оқушылар, мінекей, сіздердің ішінде тазадан келгендер де бар. Соның үшін мен айтып өтейін, бұрында ата әжелеріміз оқуға барған балаларына папкілерді, сумкілерді тігіп берген қолдан. Қалған құтқан кездемелерден құрап-құрап, осындай папкілерді ішіне кітапларын, ручкаларын, дәптерлерін салу үшін папка, сумка. Оқушылар оқуға барғанда балаларына енді сатып алатұғын несі болмағаннан кейін сөйтіп тігіп берген, сөйтіп пайдаланған. Бұл қоржын деп те аталады. Қоржын болғанда аттың қоржыны, ол айтып отырғаныңыз қоржын дегеніңіз, ол аттың қоржыны ғой, иә? Атқа жем бергенде былай салатұғын, ол қалың жүнлерден қалың қылып тоқылады ол. Мынау атқа жарамайды жем салып жеуге. Бұл папка, сумка. Бағада 4 мүйішліктен құралған. Барлығының өлшемі болады. Қайсы размерден шығараман десеңде, мына ортадағыны өлшеп алсаң, содан қапталына қойғаныңменен размері шыға береді. Мына сол қолларыңызға әмеңіздің беріп қойыппан, соны қолларымен ұстап көрсін, тағы соған қызықсын деген мәніспен сіздердің қолларыңызға беріп қойыппан. Міне тігілгенді қалай екенін көрсін деп. Енді мынауымыз мінекей. Бұны не деп ойлайсыз ал, сіздер? Бесіктің қол бауы, е? Қолына, аяғына баланы бөлегеннен кейін қолын, аяғын байлайтұғын, құлап түспеу үшін қол бауы деп есі. Міне күтте қызларымыз білеткен бәрі, бесікті білеткен. Бұл қол бау деп аталады. Қол бауды да құрап қойыпты, мінекей, өмірі сондай шырайлы болсын деген мәніспенен. Бұл әрқайсысы құрақларымыз сөйлейді, айтады, және тілек тілеп отырады. Мінекей, қандай жақсы гүлдей жайнап тұрсын, өмірі мазмұнлы болсын деп, және құралып кетсін, ісі оралсын деген мәніспен әрқилы бұл құрақларымыз сөйлеп, тілек тілеп отырады. Соның үшін да құрақтан көп пайдаланатұғын сол. Ана Гүлжайдың ернегіне түйе көз құрағы қойылды дедім ғой, мінекей, түйе көзді қараңызшы. Мына түйе көз қоя, отырған не? Тағы сыртынан қойып, со түйе көз құрағын қайта-қайта үстіне қойып, үлкейтіп барып, міне мына нағызды шығарып қойыпты. Қара, қандай шырайлы болып тұр, е? Бәр адамның қолы гүл, тіксең, әмесі бола береді. Қолыңа ине сабақты алып білсең болды. Ар жағына 1% қызығушылық болса, 90% минетпенен демде үйреніп кетесің. Барлығын интернетлерде, социал тармақларда бәрі тараған, соны көріп үйренсеңіз де болады. Міне дәл сол түйе көз құрақ, көрдіңіз ба тағы? Жақылатып көрсетейін. Дым ғана майдаты. Бұны айтатын шығарсыз, бұл кезлеменің үстіне қойып тігілген шығар деп. Я, бұл жаңағыдай 4 мүйішлі кезлемені қойып, үстіне қойып, мінекей. Мына тігісті көрдіңіз ба? Майдалап тігілдірді. Оқушылар, мінекей, бұл құрақ өнеріміз жойтылып атырған жоқ. Біздерге мама әжелеріміз бермен алып келіп, сол құрақларды ұзатқан ақтында дәскелеріменен, көрпе төсеклерімен келген ғой, мысалға, не? Біздердің аналарымыздың аналары, е? Сояқтан басылап бермен біздерге киятырды ғой, е? Со дәстүр елі жойтылған жоқ. Осының менен бүгінгі құрақ өнері бойынша шеберлік сабағымызды жұмақлаймыз. Диққатларыңыз үшін рахмет. Шаңырақларыңызға аманлық болсын. Балажаларымызды жақсы демалып, ендігі оқу жылына жақсы кеуіл кейпиятпенен басылағайсыздар. Диққатларыңыз үшін рахмет.